Балақай, біз бүгін Н әріпін латынша жазуды үйренеміз. Алдымен дыбысты бәріміз бірге қайталайық. Н. Балақай, қалай ойлайсың? Қазақ тілінде Н әрпі кездесетін қандай сөздер бар? Мен саған ойлануға 30 секунд уақыт беремін. Иә, дұрыс айтасың. Қазақ тілінде Н әрпі кездесетін сөздер өте көп. Ал енді Н әрпінің латынша қалай жазылатынын білейік. Н әрпінің латын графикасындағы жазылу нұсқасы өте оңай. Бар болғаны 3 таяқшадан тұрады. Жазып көрейік. Н, бұл бас әріп. Н, ал мынау кішкентай әріп. Қалай? Оңай ма? Иә, ешқандай қиындығы жоқ. Ал енді Н әрпінен басталатын сөздерге тоқталайық. Қазақта Н әрпінен басталатын тұлғалар бар. Мысалы, Нұрсұлтан Назарбаев. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Қазақстан егемендік алғаннан кейін халық Нұрсұлтан Назарбаевты мемлекеттің басшысы президент етіп сайлады. Нұрсұлтан Назарбаев мектепте сабақты өте жақсы деген бағаға оқыды. Ақылды бала болды, спортпен айналысты, үнемі ізденісте жүрді. Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында еліміз көптеген жетістіктерге жетті. Елбасы елімізді әлемге танытты. Нұрсұлтан Назарбаевтың ең мықты туындыларының бірі Нұрсұлтан қаласы. Нұрсұлтан қаласы Қазақстан Республикасының астанасы, елордасы. Арамызда Нұрсұлтан қаласында тұратын балалар бар ма екен? Бар болса, қолымызды көтереміз. Ал Нұрсұлтан қаласына қонаққа келген балалар бар ма? Қалай? Елордамыз сендерге ұнады ма? Керемет! Қалаға ұшақпен келген болсаңдар, халықаралық Нұрсұлтан Назарбаев әуежайын көрдіңдер. Солай ғой? Кең, әдемі әуежайда қалай суретке түстіңдер? Бұлай ма? Мүмкін бұлай. Н әрпінен басталатын университетті білесіңдер ме, балалар? Иә, Назарбаев университеті. Бұл оқу орны. Әлемдегі ең үздік университеттердің бірі. Мектепті бітіргеннен кейін осы университетке түскің келсе, сабақты қазірден жақсы оқы. Елімізде Н әрпінен басталатын мектептер де бар. Назарбаев зияткерлік мектебі. Бұл мектепке сабақты жақсы оқыған балалар түсе алады. Балалар, біз бүгін Н әрпін латынша қалай жазылатынын көрдік. Қолыңа дәптер алып, Н әрпін тағы бір жазып көр. Ал біз сендермен келесі сабаққа дейін қоштасамыз. Келесі кездескенше!